Ты вытырк вообще. Всем привет! Қалайсыздар? Что у вас нового? Как у вас дела? В общем, біз осындамыз. Біздің семьямыздан сіздерге жалынды сәлем. Вот, жаңалықтар өте көп. Өте көп. Насыщенная такая неделя была. Енді аздап-аздап бөлісейік. Жандарым, қаншама адам күтіп жүрміз деп жазып жатыр. Көп адам бізге картофель керек дейді. Вот, өзінің фирменный картошкасын қуырып жатыр. Қасымыз будет вкусный ужин. Мен жасайын десем, он жоқ, сен мен сияқты істей алмайсың дейді, сосын ладно деп. Мастер-класс өтіп жатырық, да? Вот, ниеттеріңізге үлкен рахмет. Бірақ та біздің жаңалығымыз басқа. Я вам сейчас расскажу. Басқасы уақыт мен болар енді. Итак, наверное, бірінші және өте маңызды, біз үшін маңызды жаңалығымыз, это то, что біз үлкен қарызымыздан құтылдық. Той болатын кезде үй аламыз деп, почти 7 миллионға кірген едік, соны Алланың қалауымен 5 айдың ішінде жауып тастадық. Барлығы баста деп исламға қанша айтып, ол бір үлкен жұмыс болды, қаншама проработка болды. Бірақ та шүкір, соны кесірінен де біраз ұрысқан едік. Бірақ та уф деп соны бөліскім келді.